енді мынау келіп жатқан діннің қауіптілігі жайлы. Бұл дін не дін? Салафизм дейміз, басқа дейміз. Бұның бәрі айланып келген кезде сол исламның фундаментальный исламы, кәдімгі негізгі ислам бұл. Ата-бабамыз бір кездерде сөйтіп қабылдамай қойды. Жаңа жоғарыда айтқандай, ал мыналар тура ғой ата-бабамыз қателескен екен, ол олай емес екен деп былай деп алып келіп жатыр. Мұның аяғы өте қауіпті. 52 жылға дейін ауғанда осындай діни төңкеріс болғанша ауған деген кәдімгі зайырлы мемлекет болған. 80 жылға дейін мынау бүгінгі күні Ирак бар ғой, мынау оларда да діни революция болды, ол да зайырлы мемлекет болған. Бүгінгі ауған елі қандай жағдайда, Иран елі қандай жағдайда, сол Пакистан, Тәжікстандарды бәрін көріңдер. Осы ислам діні дәуірлеп, діннің күші қатты алып кеткен кезде адамдардың санасын улап тастаған кезде бұлар білімге ұмтылмай, бәрін Аллаға салып қояды да бітті. Сондай бір жамандығы бар исламның, оны ашық айтуымыз керек. Сондықтан бізге дінді бөлу керек, ал біздің мемлекет былай қарай жіберіп жатыр. Мұның аяғы күшейіп кетіп, басқа болады. Талай тамыр таныстарым, мен туған жиенім бар, 3 ұлы бар, бұлай білімсіз балалар бар, білетін әйтеуір Америкаға барып, ана жылы бір оқулар болды ғой, сол кезде бір Алтайдан жүріп келді, сол жақтан дінге болып келді. Бүгінгі күні әйелдерін жаңағы хиджаб кигізіп қойған, өздері 3 тал сақалын қойып, түріне қарасаң жеркенеді, қатындарының бәрі көзімізге көрінбейді, тығылып қалады, үйінен де ұстап ас іше алмайсың. Содан кейін жаңағы және осыларға бір ақша келеді ғой деймін. Бәрі масқара бай болып кетті, 4-5 пәтерде Алматыдан бірақ сатып алды. Әрқайсысының астында жаңағы Камрилар, басқалары бар. Жаңағы енді білмеймін, мен түсінбеймін, мүмкін бірден бизнесмен болып кеттім Америкадан оқып келгеннің арқасында, бірақ табан астында анандай көп ақша қайдан келіп қалды деп күмәнданады екенсің дегенмен. Қорқақтайсың да бір жағынан. Оның тойларға бармайды бұлар. Жаңа таңертеңгісін намазын оқиды. Туып жатқан немерелерін жаңағы аттарының бәрі жаңағы Омар, Томар, Ибн Сибн жаңағы қазақи емес. Негізі ұлт өзінің дәстүрлі атымен балаларын атамай бастаған бетте ол ұлттың өлімге қарай қадам басқаны. Кешегі күні өз тілі болған, өз атаулары болған бүгінгі Саха елін, якут дейміз ғой, якуттарды, буряттарды көріңдер. Нанайц, Ненси дегендерді көріңдер. Ханси деген елді көріңдер. Манси деген елдерді көріңдер. Мен болғам Ханси Мансисізді. Бұлардың біреуінің аты жоқ, бәрі орысша аталған, сол орысша аталған бетте тілінен де жоғалған басқан. Біз де сол шепке жақындап келе жатыр едік. Қазақтарда орысша роман болып аталатындар басталып еді ғой. Александр болып жаңағы аталып жүргендер. Виталий болып атала бастағандар, бірлі жарым басталған кезде әйтеуір мына тәуелсіздігіміздің таңы атты да, Советский Союз деген жаңағы зұлым империя құлап қалды да, мына күнге жеттік. Бірақ сол зұлым империяның жаңағы секретарь коммунисті қайтадан президент болып алды да, бүгінгі күніміз сол коммунистік тұрғыдан шыға алмай жатырмыз ғой. Біз ол өте қауіпті нәрсе жаңағы. Енді біз жеті атамыздан бері, яғни мен ылғи ойлаймын, Кенесары өлген күннен бастап шын бодандыққа түстік қой. Енді 1847 жылы ме өлген Кенесары. Содан бері санасаң 150 жыл таза осы тәуелсіздігіміз таң атқанша, сол 150 жылды жеті ата деп санайық енді. Бір ғасырда 4-5 ата болатын болса, соны жеті атамыздан бері тәуелсіздік болғанның өзінде де өз балаларымызды орысша көп атап кетсек, қазір жаңа Ибн Сибн дегендер бар. Бұл өте қауіпті жағдай. Мұны мемлекет Ислам Каримов марқұм сияқты иманды болғыр, сол қалай қолға алды, бұл дін ағымын тоқтату керек. Онсыз біз өте қауіпті жағдайда тұрмыз бүгінгі күні, жертада тұрмыз. Мыналармен қазір сөйлесу мүмкін емес қой, мына қысқа балақ, қырма сақал, жаңа теке сақал, қырма мұрттармен қиын түсінуі. Көбінесе бұлардың көбісі білімсіз адамдар. Білімсіз адам не ғұрлым болса, сол ғұрлым көбірек дінге кетіп қалады екен ғой, және осы ислам дініне кетіп қалады. Біздің дініміз тәңіршілдік дін деген салт дәстүріміз ғасырлар бойы келе жатқан дініміз. Несі жаман еді? Жаңа ерте тұрғанның несі жаман, жаңа күнмен таласпай жұмыс істегеннің несі жаман, соның бәрі дұрыс екен ғой. Өз жеріне лайықты, өз салтына дәстүріне лайықты тағам ету, жеріне, климаттық жағдайына байланысты киім киюдің несі жаман? Арабтың сәлдесін бізге алып келіп, Сарыарқаның Саршұнақ аяғында сорлау, менингит болып өлесің, қайта машинемен жүргенің арқасы ғой, сәлдемен жылғы бағып қойшы, осы арқада қыстың күні барып атқа мініп, кешке шейін бір 7 сағатта жүріп қойшы, кешке жақын менингит болып ауырасың, бір айдан кейін өлесің, әкейің ақымақ. Енді сондай бір ақымақтықтар көп. Мұны билік қолға алу керек та, билік жаңадан бір ұлтшыл азаматтар келсе, осы дәстүрдің бәрін жөндеу керек. Ислам Каримов дұрыс жөндеді. Бұл өзбектер бізден гөрі қаттырақ діндарлау еледі ғой.
Ал енді соның өзінде де жаңағы қатты кетіп бара жатқан жерінде ислам Каримов тоқтатып алып, бүгін Шыршық қаласында 200 мың халық бар деймін, жалғыз ақ мешіт бар екен. Біз мыңдаған мешіт салдық, бір мектеп сала алмадық. Дұрысын айтқанда. Қарағандыда осы тәуелсіздік алғаннан бері 3 мектеп салынды бүкіл қалада. 3 мектеп салынды. Назарбаевпен санасаң 4 мектеп. Қаншама мешіт салынып кетті. Сол мешіттер бізге не сеуіп жатыр, не жақсылық әкеп жатыр. Қазақты сүю деген бір әңгімені жоғарыда мен оқып шыққам. Мұқият соны ерінбей тыңдап шығыңдаршы. Мынау Амангелді Кеңшілікұлын, Кеңшілік Мырзабеков деген ақынның ұлы ғой. Ол мықты әдебиет сыншысы. Бүгінгі әдебиетте қалам тартып жүрген адамдардың бәрі сол Амангелдің сынағынан өтіп алсақ, сол Амангелді дұрыс деп айтса, яғни менің жолым дұрыс екен, жазғаным жақсы екен деп түсінеді. Мен соны қазақты сүю деген әңгімесін айтып шыққам. Жазып қойғам, соны мұқият тыңдап алыңдар. Ал жақсы, тағы да оттап кеттім ғой, кешіріңдер.